Бірінші бөлімнің жалғасы. Әлде біздің үйге анама 11-ші бала етіп асырап берші, оқу бітірген соң өзі алады десем бе екен, деген ойда мазалады. Кенет дір ете қалдым. Жоқ, әкем бар екен ғой, өмірінде мұндай масқараны көрмеген. Жайшылықтың өзінде сәл нәрсені қыз балаға ұят емес пе екен деп отыратын. Мұны естісе, екеумізге де ренжиді. Өмір деген сендерге ойыншық па? Өмір сүруге, адам болу үшін жамандық атаулымен күресуге деген жауапкершілік қайда? Деп сұраса, қалай жауап береміз? Өмір деген бұралаңдаған бір қисық жол. Сәл аяғың шалынып кетсе, опық жейсіңдер деп бізге өсиет етіп, бізге айтқанындай Дүйсенкүлге де айтатыны белгілі. Ұяттан қай жердің тесігіне кіреміз? Жоқ, баруға болмайды. Анама 10 баланы тәрбиелеудің өзі де аз еңбек емес. Оның үстіне кісі баласы кіршіл, кекшіл дегендей болмайды деген қорытындыға келдім. Дүйсенкүлге өткенде ауырлау сөздер айтып ренжіткеннен кейін қайтадан оны аяп, еш қатқыл сөйлемей, осы ситуациялық жағдайдан қалай шығудың жолын жалғыз өзім іздеп, іштей өзімді жегідей жеп жүрдім. Неше түрлі ойлар келіп кетеді. Бұрынғыдай түнде бір кроватқа тығылысып жылап жатуды тоқтатып, жеке-жеке жатып, тұңғиыққа түсіп, күрсініп, күйініп, бір-бірімізді аяушылық сезімдерден басымыз ауырып, жылап жатуға ауыстырдық. Бір күні Дүйсенкүл, қойшы, енді мен әдейі істегенім жоқ. Күлипашқа бар шындықты айтамыз. Сенің еш кінәң жоқ. Түсінемін, менен де сен қатты қиналып жүрсің. Өйткені мен саған айтып едім ғой, сен сырт қарағанда әшейін ғана біреу сияқтысың. Өте қарапайым көрінесің. Бірақ араласқан адамды бірден баурап аласың. Сенімен дос болғаныма қуанамын. Өйткені іште сен бәрін білесің, терең ойланасың, барлық нәрсенің шешімін білесің, деді. Егер менің сенің көкеңдей көкем, анаңдай ақыл беретін анам, сенің бауырларыңдай жанашыр бауырларым болғанда, мұндай болмас еді. Мен сенің үйіңе барғанда қызығамын, деді. Мен даусым шығып, өкіріп жылап жібердім. Оңаша ауыл сыртындағы жыңғыл, шеңгел, шөп-шаламның ортасында ешкімге көрінбейтін жерде отырғанбыз. Жұмысымыз кешкісімен адамыз, яғни кешке қырманға барамыз. Ол да мені құшақтап, Алла өзі кешірсін, кәдімгі кісі қайтыс болғандай көрісіп жыладық. Жылап шаршап тоқтадық. Дүйсенкүл әңгімесін мен өзім де дұрыс істемедім деп бастады. Сенің еш кінәң жоқ дегенім, мен сен кеткен күні Күлипаштың үйіне барамын деп саған уәде беріп, Қалихан келіп, екеуміз әңгімелесіп, сырласып отырып бармай қалдым. Содан Қалихан да өз бөлмесіне бармай біздің бөлмеге түнеді. Сөйтіп сорлап қалдым. Күлипаштың үйіне кетуім керек еді, деді. Енді Қалиханға үйлену керек деп айтуымыз керек. Олар осы жерге жақын совхозда жұмыста жүр екен, дедім мен сенімді түрде. Өйткені Қалиханды мен де өте жақсы көремін. Айтқанымды істейтініне кәміл сенемін. Ер бала болса да мінезі қыздың мінезі сияқты жібектей, өзі әдемі, көзінің күлімдеп тұрғаны өзіне керемет жарасатын, байсалды, кіммен дос болса да сыйласа білетін, жалпы болмысы жұмсақ, жайлы, тамаша жігіт болатын. Неге екенін білмеймін, мені ерекше сыйлайтын. Бәріміз бірге қыдырамыз, бірге киноға барамыз, яғни Қалиханның жолдастарымен бірге жүреміз. Сол жатақханаға жатқан күннен бастап бірге жүрдік, яғни тамыз айынан бастап. Өйткені жаман шынын айтамын деп сырын айтады дегендей, мен де сырымды айтуға тура келіп тұр. Олай етпесем, оқиға түсініксіз болып қалады. Біз Дүйсенкүл екеуміз тамыз айының соңғы күндері жатақханаға алуға барып едік. Бір жігіт екеумізбен біраз уақыт әңгімелесті, жөн сұрады. Бір әңгіме айтып, әзілдеп еді, әбден шек-сілеміз қатып, екеуміз шиқылдап, аузымызды басып күлдік. Еркін күлуге әлгі жігіттен ұялдық. Ол химбиология факультетінің 3-ші курс студентімін. Жатақхана старостасы боламын. Осы жердегі апаймен бірігіп қызмет етемін, деді де, жатақхана беріледі. Апаймен ақылдасамыз. Қорықпаңдар, сәл кейінірек келіңдер,
орынды жазып дайындап қоямыз деді. Екеуміз ой біраздан кейін асықпай келеміз, дайындап қояды екен деп мәз болып қуанып шықтық. Қайтып келсек, әлгі жігіттің қасына тағы бір жігіт қосылыпты. Ол Қалихан. Бізге апай жаңа келіп кетті, ақылдастық. Міне бөлмелерің дайын деп, 3-ші қабаттан бір бөлмені жазып берді. Біз жаңадан бір зәулім үй алғандай шексіз қуанып тұрмыз. Әлгі староста жігіт бізге қарап: «Балапан қыздар, бөлмелерің құтты болсын. Сендердің факультеттерің 5-ші қабатта. Онда орын бітіп қалған соң, сендерге 3-ші қабаттан бердік», деді. Ойбай, бізге балапан қыздар деген несі деп, сөзіне де аса мән бермей, әйтеуір орын болса болды ғой дегендей, тағы да шиқылдап күліп шығып кеттік. Сыртқа шығып, емін-еркін сылқылдап күліп, жоғары шығып бара жатып, байқап қалдық. Әлгі 2 жігіт есікті ашып, бастарын қылтитып шығарып, бізге қарап, күлкімізді естіп, олар да рахаттанып күліп тұр екен. Дүйсенкүл қарқылдап күліп, маған қарап: «Мыналар ешкімнің күлгенін көрмеген-ау деймін. Біздің күлгенімізді сонша тыңдаған несі?» деп бөлмеге келіп, одан бетер шалқалап, қиқылдап күлді. Қызық екен өздері. Біздің күлгенімізді ұнатпаса, есігінің алдына барып, тағы да қарқылдап күліп, ығырын шығарамыз ба, деді. Мен: «Қой, ұят шығар, жақсы сыпайы сөйледі. Дайындап қойып, уәдесінде тұрды. Маған бізді еркелетіп, балапан қыздар дегендей болды», деп едім. Дүйсенкүл: «Ойбай, Айжан, тіпті олай емес. Бізді балапан дейтіндей кім еді олар? Өздері де жап-жас бөпе сияқты болып тұр ғой. Өздері айнаға қарамай ма? Оларды енді көрсек, үндемей қолдарына айнаны ұстата салайық», дегені сол еді. 2 жігіт, яғни старысы мен Қалихан, бөлмемізге кіріп келді.